Sosun. Türkü, Kaskır, Arslan. Sosun. Sosun, жақсылық. Сөйтіп бөлісіп жейді. Одан кейін екіншісінде не сұрайды? Ya Nurdevlet. Жамандық тастап көтерді. Содан кейін кездесіп, соңшыны соқпартығып, оның дәмін алып, үстіңе жатып алды. Жақсылық үстіне шығып алып, ағаш үйдің астынан түлкімен Қасқыр Арстанды көреді. Ya Берекке сосын. Олар не айтады? Олар не жейді екен олар? Олар етті жеп. Ай oğlum. Neler biniyorsun? Suda ana жамандығы мойында, суда қалай байып кетімді шығайды. Жақсылық, қайда барған? Жақсылық кезеге барып, байып кеткен екен. Жоқ, ол кезеге барып, оның бір соқпа тұр. Соны дәмін алып, қатып қалағандан сен судан үстіңе шығып алып, жатқан қасқырмен түлкі арыстанды Ya әңгімесін. Судан байып кетесің. Сенген жамандық сол үйді көріп қалып, соның ішіне кіріп, өзі қарның ашып, өзі соны барына жіберіп, үсті білдері атып алған. Ертегіде бізге не айтып тұр Береке? Жамандық. Тағы? Жасағанымен жақсылық не жасапты? Жасады. Жақсы. Ертеде жақсылық пен жамандықтың бір күнінде екеуі аттарын жүгендеп, жол азығын түгендеп жолға шығады. Сөйтіп, тоқтамастан бірнеше күн жүреді. Жамандық өз азығын демде тауысады да, жақсылыққа былай дейді. Менің азығым таусылды, аштан өлмесем болды. Кел аға, үйдің көрістейік. Біздің азығымыз таусылды. Сенің атыңды қойып азықлайық. Енді маған пайдасы бола қоймас. Деген оймен жақсылықты жапан далада жалғыз тастап кетеді. Айдаладағы бір үйге кезіге. Ішіне кірсе тірі жан жоқ. Бірақ ортада асылған ет толы қазан қайнап тұр. Ол бұл не қылған тамақ деп саусағының ұшымен дәмін татып көреді. Үйдің төбесіне шығып жатады. Бір кезде арыстан, түлкі, қасқыр лашыққа кіріп, шөу тамаққа отырады. Соң әрбір өзінің көрген білгенін айта бастайды. Алтын білген, соны қарауда жүрім. Ал не болсын, бір байды жоғында күнде жеп кетем. Мен ұстаған адамға бір жұмға берем. Бір байдың бір тоқтысы қарауда жүрген. Оның ауырып жатқан қызы бар. Соны кім жатса, байлығының жартысын берем деп айтқан. Қыз тоқтының бауырын жесе, жазылады деп айтқан. Жамандық мүләйімсіп. Мен сені жамандық қыламын деп, осындай жаман халге түсіп қалдым. Сен қалай бай, Дәулетті болып кеттің. Қанда айтшы. Атаң қазақ. Таспен атты, аспен атты. Сен маған жаман оласан, мен саған жақсы оласам. Мына жолына тікен жүрсе, атынан бір кезде шығады. Сол кездің ішінде бір ет асып, оны қақ жеме. Ол сасау ішінен дәмін тат, үстіге шығалдап, астан түлкі қасқыр келеді. Соның әңгіме тыңдап, сол жақты істе.
Төбөгө шықса, жамандық жатыр екен. Олар жамандықты бас салыпты. Жақсылығынан өмір сүріп, мақсат мұратына жетіпті. Жамандық жамандығынан қолға түсіп, қор болыпты.